Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, мен Самал Байымбетовна, сіздердің сұрақтарыңызға бүгін жауап беремін. Мұғалім болу бала кезімдегі арманым. Әкем мұғалім, анам дәрігер болды. Дәрігерлікті мүлдем ұнатпадым. Көздері жәутеңдеп отырған оқушыларды білім нәрімен сусындатып, олардың үлкен өмірде, қоғамда өз орындарын табуына қандай да болмасын өз үлесімді қоссам деген ойменен мұғалімдікті таңдадым. Есеп шығарғанды жақсы көрдім. Жалпы оқушы кезімде көптеген сабақтар жақсы көрдім. Соның ішінде география, сосын математика. Болашақта географ болам дегенде ойым болды. Сабақ беретін мұғаліміміз Жанболат ағай өз пәніне қызықтырып алып кеткені соншалықты географ болам деп жүрдім. Бірақ математиканы да жақсы көрдім. Бибигүл апай сабақ берді, соның жаңағы әдіс тәсілдері өте қатты ұнайтын еді. Сондықтан математиканы таңдадым, еш өкінбеймін, мақтанышпен айта аламын. 9-шы сыныпқа дейін Тасқала ауданының Оян орта мектебінде оқыдым. 10-шы, 11-ші сыныпты осы мектеп қабырғасында оқыдым. Қазір педлицей деп, IT лицей деп аталмайды, педагогикалық лицей деп аталды сол кезде. Қазіргідей жағдай емес, сол кезде өзіміз тамақ пісіретінбіз. Базардан тамақ алып келеміз, пісіреміз. Балалардың алып кет тамақ пісіріп болғаннан кейін балаларым, ер балаларын алып кеткен жағдайы да болды. Тарих пәнінен 2 алған кезімде қызықты оқиға болды. 10-шы сыныптың басы 1-ші тоқсан, мұғалім әлі бізді жақсы танымайды. Қасымдағы көршімнен сабақ сұрады. Көршім жауап берді де, сосын конспектісін, дәптерін сұрады. Сол кезде ол еш нәрсе жазбай, менің дәптерімді алып шықты ғой. Содан кейін менен сұрады. Мен апаратын еш нәрсе жоқ. Тұрдым. Содан 2 қойды. Сосын өзіме жаңағы алдыма мақсат қойдым. Мен міндетті түрде Қазақстан тарихын жақсы оқимын, 5-ке шығамын деп өзіме мақсат қойған болатынмын. Химия қиын, ашиды миын дейтін едік. Туризм саласында келестете аламын өзімді. Мүмкін адвокат. Жалпы бағаны әділ қоямын. Егер төмен қойсам, ол оқушы тиісті бағасын алып отыр. Еңбек, бәрін жеңбек. Еңбек ету керек. Жалпы 11-ші сынып оқушылары емес, барлық оқушыма айтамын, ерінбей еңбек ету керек сіздер деп.